Арнамызға қош келдіңіздер достар. Бұл видеода сіздермен балаларда болатын іш қатудың негізгі себебі, алдын алу жолдары және де іш қатуды үй жағдайында емдеудің ең оңай әрі тиімді жолдарымен бөлісетін боламын. Алдымен арнамызға жазылып, қоңырауша батырмасын басып қоюларыңызды сұраймын. Іш қату кең таралған ауру, әсіресе кішкентай балаларда жиі кездеседі. Мектеп оқушылары мен балабақшаға баратын балалардың бірінші мәселесі іш қату. Сіз үйдегі кішкентайыңыздың бірнеше күннен бері үлкен дәретке шықпай жүргенін байқап жүрген жоқсыз ба? Бұл жағдайға балалар алаңдамауы мүмкін, алайда анасы ретінде біз бақылап, алдын алуымыз керек. Іші қатқан балаға дәріханада сатылатын іш жүргізетін дәріні ішкізе салуға болмайды. Ішек дәріге үйреніп алады да дәрісіз жұмыс істемейтін халге жетеді. Оның орнына 1-2 күнде оң нәтижесін беретін халық әдісімен емдеп көріңіз. Іш қатудың негізгі белгілері: іштің айналасы ауырады, лоқсып құсады, іші кебеді, тәбеті төмендейді. Іш қатуды болдырмау үшін құрамы жасымдыққа бай тағамдарды үзбей тұтыныңыз. Нақтырақ айтқанда, жемісті қабығымен жегізіңіз. Одан бөлек, балғын көкөністі, жасымықты, қара өрікті, бұршақ өнімдерін көбірек беріңіз. Қант пен тәтті тағамдарды мейлінше шектеңіз. Суды көбірек ішкізіңіз. Физикалық қозғалысты көбейтуін қадағалаңыз. Ойын ойнасын, жүгірсін, спортпен айналыссын, доп тепсін. Мұның бәрі қимыл қозғалысқа жататындықтан ағзаның да, ішектің де жедел жұмыс істеуіне септігін тигізеді. Лимон шырыны. Лимон шырыны С дәруменіне бай. Лимон ішекте судың ұзағырақ тұруына ықпал етеді. Егер ішкен сұйықтығыңыз ішекте біраз жүрсе, онда ішектегі нәжістен бөлек шлактарды да шығарады. Ол үшін жарты дана лимонның сөлін 1 стакан қайнаған жылы суға араластырасыз. Сусынға татымына қарай бал қосып ішкізесіз. Емді таңертең аш қарынға жүргізу керек. Егер үйде лимон болмаса, қара өрікпен немесе алма шырынымен ауыстыруға болады. Ескеріңіз, баланың лимонға аллергиясы болмауын қадағалаңыз. Су. Жалпы балалардың қанша мөлшерде су ішіп жүргенін қадағалай бермейміз. Алайда, іштің қатуына суды аз ішуде себеп болады. Ендеше, балаңызға 1-1,5 литр су ішу керектігін айтып түсіндіріңіз. Су ағза мен ішекті тазалайды, жұмысын жақсартады. Бал мен сүт. Өздеріңіз білетіндей, балдың иммундық жүйені нығайтатын қасиеті бар. Ал егер 1 стакан жылы сүтке 1-2 ас қасық бал араластырып берсеңіз, балаңыздың ішек жолдары мен асқазанына өте пайдалы болмақ. Сонымен қатар, ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, жүйелі түрде үлкен дәретке баруға дағдыланады. Ескеріңіз, емді аш қарынға жүргізу керек. Жағдайды жеңілдету үшін аш қарынға 1 шай қасық зәйтүн майын, қызылша шырыны немесе зығыр тұқымымен айран қолдануға болады. Зығыр дәні. 1 шай қасық зығыр дәнін ыдысқа саласыз. Үстіне 1 стакан су құйып отқа қойыңыз. 1 қайнап шыққан соң баяу отта 5-10 минут қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң тұнбаны сүзіп алып, жылы күйінде кішкентайыңызға ішкізіңіз. Бұл тұнба іш қатуды емдейтін ең тиімді әрі пайдалы әдіс. Жылы ванна. Физикалық белсенділіктің төмендігі де іштің қатуына ықпал етеді. Сонымен қатар, қан айналымды зат алмасуды баяулатып, ағзаның жұмысына кері әсер етеді. Сондықтан да балаңызға күніне 1 рет айналысатын жаттығу жасатыңыз. Мұны міндетті түрде орындауы керек. Сондай-ақ кемінде 1 сағат таза ауада серуендеуін қадағалаңыз. Үйге кірген соң бірнеше қасық ас содасы қосылған жылы ваннаға жату керек. Бұл ішті жүргізетін керемет әдіс. Емді 10-15 минут жүргізеді. Бүлдірген. Ішектің жұмысын жүргізуге пайдасын тигізетін 1-1 жидек бүлдірген екен. Оны аш қарынға жесеңіз, ішкен жегеніңізді жақсы қорытып, нәжістің сыртқа оңай әрі тез шығуына септігін тигізеді.
сіздермен бөліскім келген осылар еді достар. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Пайдаланып көріңіздер, ем болсын, ауырмаңыздар. Келесі видеоға дейін аман сау болыңыздар.